Достар, бәріңе сәлем. Егер сіз валюталық операциялар жасауды жоспарласаңыз, сізге онлайн банк мобильді қосымшасында келісімшартты тіркеу қажет болады. Бастау үшін қосымшаның негізгі мәзірінде құру батырмасын басыңыз. Валюталық келісімшарт бөлімінде келісімшарт қосу тармағын таңдаңыз. Ары қарай келісімшарттың тиісті сомасын таңдаңыз. Баламасы 50 мың ақш долларға дейін тіркеуге өтінімдер жеңілдетілген нысан бойынша толтырылады. Келісімшарт валютасын таңдаңыз. Келісімшарт нөмірін көрсетіңіз немесе нөмірдің жоқтығын белгілеңіз. Келісімшарт күнін таңдаңыз. Келісімшарт бойынша барлық құжаттарды, келісімшарттың сканерленген көшірмесін, қосымша келісімді, инвойстарды және тағы да басқаларын тіркеңіз. Ары қарай қол қою батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз. Келісімшартта тіркеуге өтінім банкке жіберілді. Ерекшеліктерін білу үшін операцияларға батырмасын басыңыз. Егер келісімшарт сомасы баламасында 50 мың доллардан асатын болса және келісімшарттың есептік нөмірін алу қажет болса, онда өтінім толығырақ толтырылу керек. Валюталық келісімшарт бөлімінде келісімшарт қосу тармағын таңдаңыз. Ары қарай келісімшарт бойынша мәліметтерді толтырыңыз. 50 мың ақш долларынан астам тиісті опциясын таңдаңыз. Келісімшарттың нөмірі мен күнін толтырыңыз. Сканерленген құжаттарды тіркеңіз. Келесі қадамға өту үшін ары қарай батырмасын басыңыз. Келісімшарттың деректерін толтырыңыз. Келісімшарттың жалпы сомасын, келісімшарт түрін, экспорт немесе импорт, келісімшарттың мәнін және репатриация мерзімін көрсетіңіз. Белгілі бір жолдардың нақты мәнін білу үшін осы жолдың жанындағы ай батырмасын басыңыз. Шетелдік серіктестің деректерін енгізіңіз және қажет болған жағдайда валюталық бақылау менеджер сізбен байланыса алатындай өз байланыс деректеріңізді міндетті түрде қосыңыз. Сіздің байланыс деректеріңіз барлық кейінгі өтінімдер үшін бір рет толтырылады. Кен алғанға дейін шарт бойынша міндеттемелердің болу опциясын келісімшартты тіркеу үшін банкке жүгінгенге дейін шарт бойынша міндеттемелерді орындау басталған жағдайда таңдау қажет. Толтырылған деректердің дұрыстығын тексеріп, қол қою батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз! Келісімшартты тіркеуге өтінімге қол қойылды. Банкке жіберілді. Өтінім тарихын сіз операциялар бөлімінде бақылай аласыз. Егер сізге бұрын тіркелген келісімшартқа өзгерістер енгізу қажет болса, келісімшартты өзгертуге бөлек өтінім рәсімдеңіз. Бастау үшін экранның төменгі жағындағы құру батырмасын басыңыз. Валюталық келісімшарт бөлімінде келісімшартты өзгерту тармағын таңдаңыз. Ары қарай тізімнен қажетті келісімшартты таңдаңыз. Өзгертілетін жолдарды толтырыңыз. Егер өтініш нысанында көрсетілмеген талаптар өзгерсе, қосымша келісімді қосу жеткілікті. Мысалы, сіз келісімшартқа қатысатын үшінші тұлға туралы мәліметтерді қоса аласыз. Қажетті деректерді сәтті өзгертілгеннен кейін қол қою батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз! Сіздің келісімшартты өзгерту туралы өтінішіңізге қол қойылды. Сіз өтінім тарихын операциялар бөлімінде қарай аласыз.